Екінші жағымды жаңалық, НАТОның басшылары бір айтыпты Украинға кеше. Украинға қанша қару керек болса, сонша қару жеткізіп береміз деп. Ол деген сөз енді бұғанға дейінгі Зеленский анда барып қару берші деп, мында барып қару берші деп, енді біздің қазақша айтқанда анаған барып садақ берші деп, мынаған барып жебе берші деп, анаған барып маған найза берші, мынаған барып маған қылыш берші деп, мынаған барып кездік берші деп, Зеленский бейшара тентіреп ақ кетті. Енді НАТО айтыпты, әй Зеленский, мә осы сен де осы көп сұрап кеттің, енді осы саған не керек, соның бәрін береміз депті. Бұл екінші жағымды жаңалық. Енді үшінші бір жағымды жаңалығымызды айтайық. Мына Англия сол өзінің уәдесін орындап, мынау Sky системалы өзінің әуе қорғанысқа және әуе шабуылға пайдаланатын озық үлгідегі жеңіл типтегі қаруларын Украинға жеткізіп берді. Енді орыстың ракетасына жаңа қарсы тұратын тағы бір қаруы көбейді. Бұл үш. Енді төртінші жағымды жаңалығымыз, мынау орыстың шекарасындағы орыстың сәлерке бензин сақтайтын қоймасы жарылып кетті. Оны орыстар ойбай Украиндар шекарадан басып кіріп жарып жіберді деді, бірақ дереу Украинның қорғаныс министрлігі мәлімдеме таратты, біз жарған жоқпыз, біздікіміз кінәлі емес деді. Содан олар айтты, бұл коррупцияға белшесінен батқан орыстар өздері сол жанар жағармайды ұрдап жырдап сатып, енді сонысын жасыру үшін жағып жіберді де бәлесін артып отыр деді. Бұл деген сөз, мейлі Украин жарып жіберген болсын, онда ол жағымды жаңалық, себебі бұл Украинның кәдімгідей шекарадан алқып отырып, Ресей жеріне шабуыл жасағанның бір белгісі. Бұл үшінші кезектегі шабуылы болады. Ал егер Украин шынында өздері айтқандай жасамаған болса, бұл соғыс деген ақпараттық соғыс. Сондықтан орысқа да 100% сене алмаймыз. Украин жарып тастап, өздері жармадық деп отырса, оған да сене алмаймыз. Немесе Украинның бір жаңағы армиясы ашуда жарып жіберіп, кнопканы қаратып атып тастады да шекара тиіп тұр екен, 10 километр. Шекарада тұрып ана видеоны түсірген видеоларды Украинның ана телеграм каналдарында отырмын мен. Қазір украиншам кәдімгідей күннен күнге өсіп барып. Соны бәленбай видео көрдік. Енді лауылдап жанып жатыр орыстың қаласы. Енді сонда бұл жерде Украинның бір жаңағы бір қарулы күштер жарып жіберіп, менікім кінәлім емес деп отырма, жоқ, Украин өзі шынайы жармады ма, жоқ, Украин өкімет өзі жарып тастап жоқ деп орыс қартып отырма. Енді оны бір Құдай біледі, ешкім білмейді. Енді бұл соғыс дегенде ақпараттық соғыс. Енді өздерің коррупцияға белшеден батып, өздерің ұрдап жырдап, сәлерке бензинді сатып, өздерің жарып жібердің деген сөз, ол орысқа екінші қайтара соққы болуы мүмкін. Енді ол қаланың әкімі, енді осы мұнай газ саласы Путин дырылдатып, оның бәрін қамауы мүмкін. Міне, ал бұл қара етек алатын болса, бүкіл сол шекара аймақтағылар Украин партизандар жарып жіберді деп бензин сәлеркені ұрдап сатып. Себебі коррупцияға батқан Ресей, коррупцияға батып отыр. Сонымен енді бұл ары қарай үрді салып, бір енді домино эффект сияқты эффект болып, бүкіл осындай қару қоймалары, жанар жағармай қоймалары жарылып, бастықтар оны ұрдап жырдап сатып, тіпті қаруларын украиндарға сатып, өздері бәленбай ақша ақыр сендерде доллар көп деп, мына кеше алдың күні ма, анау Зеленский мен Байден сөйлескенде 600 миллион доллар берем депті, қайтарымсыз. Байден айтыпты. Оны аудармаппыз ғой, ұмытып кетті. Енді мына Украинға беріліп жатқан көмекті, анау пәленді берем деді, мынау түгенді берем деді, анау бәлен 100 миллион берді, мына қару берді деп аударып үлгірмей кеттік. Әгі бір той жасағанда ана жақтан ана туысың, жаңағы мына сыйлықты әкеледі, мына туысың мына сыйлықты келеді, есің шығып кетеді ғой, кімнің не әкелгенін білмей қалғаның сияқты. Украин деген әшейін жан жақтан ақшаға да қаруға да қарық болып жатыр. Енді қалай болмасын, бұл жағымды жаңалық, әсіресе мынау экономикалық, жоғары ғылым техникалық, өндірістік санкция салуы бұл енді аса сұмдық болды. Сосын мына Ресейдің әлеуметтік желісінде шолып отырсақ, үлкен 600 миллион доллар ма, 300 миллион доллар тұратын үлкен кеме, қазақша айтқанда кеме, үлкен дәу қайық, мына шетелдің сөзімен айтқанда яхта дейді. Енді оның ішінде енді бәрі бар, әшейін жылжитын арал деген сөз. Сол ана
ірі Ресейдің байлары Еуропадан қашып, сол кемелерін айдағаннан айдап, жаңағы жолсызбен жүріп, жартас құрмай, Ресейдің бір портына әкеп тоқтатып қойды. Сол әгі орыстар деген ызаланып жатыр. О, атаңа нәлет, біз бәлен ай айлық алмаймыз, түген ай жұмыс жоқ. Мына бәлен кезде жарық өшіп қалады, мынандай кезде жаңағы зат таусылып қалады. Сол біздің өңкөй парақор мына миллиардерлер өстіп, осындай кемені алып жүр екенсіңдер ғой деп, орыстардың мына жаңағы себебі ол яқталар өмір Ресей портына келмеген ғой. Олар сол шетелде сатып алады, шетелде сайрандайды. Анау бір кезде естеріңізде ме, анау Дариға Назарбаеваның анау қызы ма, қатыны ма, анау біреу бір билеп бүйтіп, анау орыстың әнін айтып билеген, сол яқта деген сол. О бәлең өз көлем кішкентай болғанмен қымбат болады. Біреу 100 метр, 200 метр, 300 метр, 600 метр ма, сондайлығы да болады. Іші деген арал енді. Ол сол теңізде айдақ қойып, жаңағы анда-санда жаңағы жанармайын құйып алып, сосын әшейін жылдап, қаңғып жүре бересің оны. Бүкіл халықарада жүре беретін несі бар оның. Сол бәле ана спутникпен жалғасады, өзің телега интернетің бар әшейін жаңағы. Біздің де мына құтырық байлардың енді оның қаншаусы Еуропада, қаншау Түркияда кемелер, яхталар жатыр. Баяғыда мына Болат Назарбаевтың ана Малайзияның бұрынғы парақор, жаңағы парақор кім еді? Нажиб деген Малайзияның премьер-министр болған. Соның қызын Болат Назарбаевтың ұлы алды ма, сондай бір бытқыған құдалық болып, сол Болат Назарбаев сыйға яхта тартыпты екен. Оны сол Малайзияның премьер-министріне сыйға тартқан яхтасы Индонезияның ана атақты аралы бар ғой, анау туристер баратын. Бали аралында тұрған жерінен Американың жаңағы барлау қызметкері барымталады ғой, ана кімнің анау Нажибтің бір халықаралық қылмысының бодау есебінде. Міне, оны қазақтар білмейді де, сөйтіп бытқып ол Болат Назарбаев әйелі қайсы әйел екен, оның бір 100 шақты әйелі бар ғой, соның бір қатыны ана Нажибтің Малайзияның премьер-министрі бұрынғы сол қолдарына енді бір тал бриллианты, бірденке миллион, 50 миллион, 100 миллион тұратын бриллианттар сыйға тартып, оны кейін жаңағы Нажиб тұтқындалып, оны Малайзияның жаңағы коррупцияға қарсы комитеті несе құдағи берді. Қазақтардың салт екен, құдағиларға өстіп 10 жүзігіне 10 бриллиант салады екен деп әлгі ақталып, ол Малайзияда шу болып, ағылшын тілді ақпаратта қырғын шу болған, оны қазақтар жазғанда жоқ ол туралы. Міне сондай былықшылық. Енді орыстар әгі яқтаны көріп, жаңағы енді орысша боғауыздан бір 100-ді жіберейін бос жерде отырып, өздеріңіз енді ойлабаңыздар, ана заланған орыстар әлеуметтік желіде қалай боқтықты жіберіп жатыр. Мынау дүниеде боғауыз ең көп халық орыстар. Мына боғауыз, боқтық сөз ең көп. Баяғыда бір солардың бір тіл ғалымы, лингвисті орыстың боғауыз сөздері дейтін сөздік құрастырыпты дейді. Енді өткенде Украинада тұтқынға түскен орыс әскерлерінің өзінің туған шешесімен сөйлескен видеосын көргенде біз талып қалдық қой. Ана шешесімен 10 сөзден тұратын бір сөйлем айтса, соның 8-і боғауызға, ана арасына кірсін, кірмесін. Қысқасы олар бүкіл затты да боқтықпен айтады, етістігі де боқтық, зат есімі де боқтық, бастаушы да боқтық, баяндаушы да боқтық, анықтаушы, толықтаушы, бәрі боқтықтан тұрады екен ғой. Бұл орыстың сөзі. Орыс тілін, мына орыстың солдаттарының тілі енді тұтасымен енді, Құдай сақтасын енді. Тура шешесімен сөйтіп сөйлескенде жағамызды ұстап, атасына нәлет, алдартына бір уыс топырақ өзімен кетсін, жауыңа да тілемейсің. Мына ананың шеше сыйқы жоқ, мынаның бала сыйқы жоқ. Сонда не деген құрған Құдай атқан қарғыс деген қауым екен деп, тура төбе шашымыз тік тұрды ғой. Құдай ай, қандай қауымның жаңағы бұл енді Құдай сақтасын дедік қой. Міне, сонымен дүниелік жаңалықтардың легі осындай.